Армысыз құрметті көрермен, эфирде жарайна жаңалықтары, студияда мен Ақбота Биахмет. Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің міндетін атқарушы Айжан Есмағамбетова Қазақстанда COVID-19-ға қарсы халыққа қайта вакцинация қоюды жүргізу туралы қаулыға қол қойды. Коронавирустың вакцинасының жаңа түрімен халықты қайта вакцинациялау 22 қарашада басталады және екі кезеңде жүзеге асырылады. 2022 жылдың 1-2 тоқсанына дейін жалғасатын бірінші кезеңде 1 миллион адамды егу жоспарлануда. Олар халықтың осал топтары 60 жастан асқан адамдар, өздігінен тексеруден өткен және коронавирусқа қарсы антиденелерді теріс сынақтан өткізген адамдар. Ревакцинацияның екінші кезеңі 2022 жылдың қаңтарында басталады. Бұл кезеңде үшінші дозаны 6-9 ай бұрын алғашқы вакцинациядан өткен барлық азаматтар ала алады. Екінші кезеңде 6,2 миллион адамды егу жоспарлануда. COVID-19-ға қарсы ревакцинация коронавирусқа қарсы вакцинацияның бастапқы курсында қолданылмаған вакцина түрлерімен, яғни белсенділігі жойылған вакцина, векторлық вакцина мен РНК вакцинасы жүргізілетінін ескеріңіз. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен тұтастықты қалыптастыру мақсатында Семей адалдық алаңы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жобаның өкілдері Рымбек Байсейітов атындағы Қаржы экономикалық колледжінің студенттерімен кездесті. Шараға Семей адалдық алаңы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жобасының жетекшісі Маржан Бақыт, Семей қалалық жастар ресурстық орталығының директоры Олжас Соғымбай, Рымбек Байсейітов атындағы Қаржы экономикалық колледжінің оқытушылар мен колледж студенттері қатысты. Отырыста білім саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл аясындағы негізгі проблемалық мәселелер талқыланды. 1-2 жылдан кейін тәртібі жақсы болды деп шығару деген жоқ. Одан кейін бірден жаңағы бұрын мысалға жемқорлар лауазымына қарап, ойнау жақсы қызметте істеген кісі екен, бұрын қандай сондай ауыр қылмыстар анандай мысалы зорлау, кісі өлтіру деген сияқты не жасаған жоқ қой деп колония поселения дейді, қауіпсіздігі төмен колонияларға жіберетін. Қазір оны да алып салды. Қазір жемқор бірден қауіпсіздігі жоғары колонияларға осындай кісі өлтірген, адам зорлаған адамдармен бірге отыратын болады. Айта кетейік, кездесу ашық диалог форматында өту барысында колледж студенттері сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметкерлердің қызықтырған сұрақтарын қоя алды. Бүгін жемқорлыққа қарсы күрес жайлы айттық, және де болашақта оның алдын алу, қандай шаралар жайлы, яғни ондай жемқорлық пара беріп жатқанын, немесе жемқорлықта ақша алып жатқанын көрсететін болсақ, 1424 номеріне хабарласу керек екенін ұқтық біріншіден, және де адамдар қандай жағдайда сол жемқорлыққа барады, қандай жағдайда ол кісілер ұсталынады, ол кісілердің үстіне қандай іс қозғалынады, және де ол кісілер жайлы қалай ақпарат алатыны жайлы толық ақпарат алдық. Жиын соңында Семей адалдық алаңының өкілдері жастарды сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне баулудың маңыздылығын атап өтті. Себебі біздің жастар еліміздің болашағы болып табылады. Гүлімчәки, Сұңқар Толымхан, ТВ телеарнасы. Семейде алғаш рет Қазақстанның іскер әйелдері қауымдастығының ұйымдастыруымен Стар Семей 2021 атты Instagram премиясын табыстау рәсімі өтті. Оған қаламыздың ең үздік, жарқын, көпшілікті шабыттандыратын, пайдалы және жай ғана қызықты инста профильдердің иегерлері қатысты. Жеңімпаздарға арнайы Стар Семей инста премиясы табысталды. Стар Семей 2021 байқауы түрлі қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, оқытушылар, психологтар, журналистер, блогерлер мен кәсіпкерлер арасында 40 номинация бойынша өткізілді. Әр номинацияда 3 қатысушы ұсынылып, дауыс беру онлайн режимде Стар Семей Instagram парақшасында өткізілген болатын. Біз балалармен Семейстан паблигін құрдық және бізді жыл прогрессы жылдың үздік паблиг айдарында номинациялады. Іс-шараға келгенімізге өте қуаныштымыз, жеңіске жетеміз деп үміттенеміз. Жалпы Семейде алғаш рет осындай іс-шара өтіп жатқанына өте қызықты. Бұл өте ауқымды жоба, қызыл кілем және жалпы атмосфераның өзі өте керемет.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, Стар Семей 2021 халықтық Инстаграм сыйлығы жобасы шағын және орта бизнесті дамытуды ғана емес, сонымен қатар жас таланттарды, сондай-ақ әйелдер кәсіпкерлігін, елдің табысты дамуындағы әйелдердің ерекше рөлін насихаттауға, белсенді өмірлік ұстанымды насихаттауға бағытталған мәдени бұқаралық іс-шара болып табылады. Сегодня у нас такая в стиле Оскар, красная ковровая дорожка. Мы пригласили... Бұл іс-шарада арнайы Оскар стилінде қызыл кілем бар. Біз барлық үміткерлерді шақырдық және оларды сахнада салтанатты түрде құттықтағымыз келеді. Оған қоса қазақ эстрадасының жұлдыздары Дастан Оразбековты және де жүргізуші белгілі әзілкеш Марат Әлімбаевты шақырдық. Міне осындай іс-шара бүгін біздің қала үшін шағын және орта бизнесті қолдау үшін ұйымдастырылды. Іс-шара жыл сайын өтетін болады және де бұл біздің кәсіпкерлердің рейтингін көтереді деп ойлаймын. Дауыс беру аяқталғаннан кейін қорытынды жасалып, жеңімпаздарға қаламыздың кәсіпкерлігі мен мәдениетін дамытуға қосқан үлестері үшін алғыс хаттар мен атаулы мүсіншелер табысталды. Я являюсь блогером, одним из самых читаемых блогеров Восточно-Казахстана. Мен Шығыс Қазақстан облысында ең көп оқылатын блогердің бірімін. Менің блогым онлайн кәсіптерді, онлайн кеңесті дамытуға арналған. Сондықтан адамдар онлайн кәсіптерді де өз өмірлерін де түсініп қолдана алады. Яғни негізгі немесе қосымша табыс ретінде қолдана алады. Яғни біз Шығыс Қазақстанда адамдарға білім берумен айналысамыз және Яғни біз Шығыс Қазақстанда адамдарға білім берумен айналысамыз. Мен әртүрлі әлеуметтік желілерде шамамен 10 жыл блог жүргіздім. Бұл менің бірінші номинациям. Шын мәнінде соншалықты табысты және қызықты адамдардың ортасында болу өте күтпеген және өте жағымды кеш болды. Іс-шара барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып өтті. Айым Даниярқызы, Дәулет Айтқазинов, Нұрлан Смаилов, ТВК 6 телеарнасы. Жүргізушілер арасында көлік жүргізу тәртібін жақсарту, жол көлік оқиғаларының санын азайту және жол қозғалысы ережелерінің бұзылуының алдын алу мақсатында Семей қаласында қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы жүргізілуде. Қауіпсіз жол профилактикалық іс-шарасы аясында 13 қараша күні патрульдік полиция қызметкерлері Kia Rio көлігін тоқтатты. Ал көлікті 25 жастағы Семей қаласының тұрғыны жүргізіп келе жатқан. Құжаттарды тексеру кезінде полицейлер бойжеткеннен алкогольдің иісін байқаған. Белгіленген тәртіппен медициналық тексеруден өтуін сұрады. Медициналық анықтамаға сәйкес жүргізуші жеңіл дәрежедегі алкогольдік мас күйінде көлікті басқарған. Бойжеткенге қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608 бабының 1 бөлігімен әкімшілік хаттама толтырылып, іс әкімшілік сотқа жіберілді. Айта кетейік, қауіпсіз жол профилактикалық іс-шарасын 8 күнде тәртіп сақшылары 1300-ден астам құқық бұзушылықты анықтап, оның ішінде 14 факт қарсы жолаққа шығып кету, 182 көлікті басқару кезінде ұялы телефонды пайдалану, 19 мас күйінде жүргізу, 169 маневр жасау, ережесін бұзу, 408 жаяу жүргіншілердің жолдың жүріс бөлігін кесіп өту ережесін бұзуы. Гүлімжәкен, Нұрлан Смаилов, ТВК телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмам, амандықта жүздескенше.